Сәлем барлықтарыңызға, қонақтарыңыз аяқ асты келіп қалса, дәл осы салатты жасауға ұсынамын. Ең бастысы үйдегі бар заттардан жасалады. Ең алдымен бізге керегі огурцы, помидор, укроп, жұмыртқа. Жұмыртқаны алдын ала пісіріп алдым, майонез және де консервадағы қозқұйрықтар. Оны қоспауларыңызға да болады. Мен тек үйде бар болғандықтан қосуды жөн көрдім. Ең алдымен помидорларымызды ұзыннан турап аламыз. Майдалап турамайсыздар, алдын ала ұзыннан турап дайындап қоямыз. Ыдысымызға саламыз. Одан соң огурцыларымызды да екі ортасынан бөліп, тағы да дәл осылай турап шығамыз. Жұмыртқаларымызды да ортасынан бөліп ұзыннан тураймыз. Ал укропты барынша майдалап турауға тырысыңыздар. Сәлем достар, мен осы Арайдың асханасы каналының авторымын. YouTube каналды жүргізіп жатқаныма 1,5 жылдай болады. Қазіргі таңда YouTubeға тек видеолар салып қана қоймай, сол арқылы мен ақша тауып отырмын. Яғни сіз 1000 подписчиктен асқаннан кейін монетизацияға қосыласыз, содан кейін YouTube сіздің видеоларыңыздың просмотры үшін сізге ақша төлейтін болады. Осындайда YouTube'тан қалай ақша табуды үйренгілеріңіз келсе, мен өзімнің оқыған Мейрамбек Агаділовтың марафонына қатысуға шақырамын. Қатысу тегін, ол үшін описаниядағы ссылкадан өтіп тіркелсеңіздер жеткілікті. Енді ыдысымызға саламыз. Алдымен помидор, огурцы, жұмыртқамыз саламыз. Одан соң ұсақтап туралған біздің укропты саламыз. Осы тұста жаңағы айтып өткендей консервадағы қозқұйрықты салдым. Оны қосудың қажеті жоқ. Қоспасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Одан кейін 2 ас қасық майонезімізді қосып, дәміне қарай кішкене ғана тұз қосасыздар, көп қосып қоймаңыздар, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Сіздермен қоштаспаймын, келесі видео рецепте кездескенше.